дүниеге келгеннен кейін, қырқынан шығарғаннан кейін міндетті түрде қыз баланың құлағын тесіп сырға тағатын. Сырғадан бұрын мына құлағының сырғалығын дейді, құлағының етегін тарымен уқалай отырып, етін өлтіріп, инені ыстыққа қарып, құлағын тесіп, жібек жіп таққан. Жібек жіп таққан кейіннен оған кішкентай күміс сырғалар таққан. Сырға таққан. Сөйтіп, қыз бала бой жеткенше әртүрлі сырғаларды иемденген, тағуға тырысқан. Сырғалардың өздерінің бірнеше түрлері болады. Салпыншақ сырға, ай сырға, қозалы сырға дейді. Бұлардың сылдырлап жүруінің өзі де бұл да көз тимесін, тіл тимесін деген мағынада жасалынған. Бір жағынан қыз балаларының әдемілікке, әсемдікке тәрбиелейтін мәні бар. Қазақтың халықтық зергерлік өнері ұлттық мәдениет тарихынан ерекше орын алады. Қазақ зергерлері көбінесе жеке дара жұмыс істеп, жасалу жолын, қыр-сырын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырған. Шеберлер бұйымдарға өзіндік әсемдік беру үшін көбінесе алтын мен күмісті пайдаланған. Әйелдердің әшекейлері, киім-кешекке тағатын түрлі сәндік бұйымдар, ас су жабдықтары, жиһаздар, ыдыс-аяқтар, теріден, ағаштан жасалған ыдыстар, музыкалық аспаптар, қару-жарақтар, ат-тұрман әбзелдері секілді дүниелердің барлығын қолөнершілер жасап отырған. Қазақтың зергерлік өнері өзіндік көркемдігімен көз тойдыратын сан алуан түрлерімен ерекшеленеді. Өйткені кең байтақ Қазақстанның әр аймағынан сол өңірге тән зергерлік өнердің қолтаңбасын көреміз. Егер қазақтың сәндік әшекейлері барлық жерде бірдей болса, онда мұны штамп деп айтқан болар едік. Өйткені штамп кейде өзге этностардан да сіңген дүниелер болып жатады. Ал әр өңірдің өзіндік стилі болғаны, зергерлік өнердің үнемі өсіп дамып отырғанын байқатады. Сондықтан әр өңірдің зергерлері өзіндік қолтаңбасын, өзінің шығармашылығын көрсетіп отыруға талпынған. Стремятся к своему собственному творческому самовыражению. Дегенмен солтүстік Қазақстан өңірінде татар мен башқұрттың, ал оңтүстік Қазақстанда көршілес өзбек халқының зергерлік өнерінің ықпалын байқаймыз. Үкаяқ жоғары жағына асыл тас орнатып, төменгі жағын күміспен күптеп, бас киімге беске тағатын әшекей. Бұл әшекей солтүстік Қазақстанда кеңінен таралған. Ертеде үкі киелі құс саналып, оның аяғын қауырсынын тұмар орнына тұтынған. Тіл көзден сақтау үшін үкі тұяғын пайдалану өзге де түркі тілдес халықтар арасында кездеседі. Но дело в том, что когда казахские мастера принимают на уровне техники... Қазақ зергерлері қандайда бір техника немесе өзгеше бір әдіс тәсілдерді қолданбасын, бәрібір жасап жатқан әшекейлерін жергілікті дәстүрлік негізде орындаған. Батыс Қазақстанда аз да болсын, Кавказдың зергерлік өнерінің әсері байқалады. Өйткені мұнда қоспа материалдардан жасалған техникада орындалған әшекейлер кездеседі. Ал Маңғыстау өңіріне келсек, мұндағы әшекейлердің бәрі сонау ғұн дәуірінен бастау алатын геометриялық стильде жасалған. Олардың көлемдері үлкен болып келеді. В стиле геометрическом стиле называю. То есть он восходит, можно сказать, к эпохе гуннов, потому что в основе все крупномасштабные формы, мотивы треугольника из зерни. Қазақстанның шығыс және оңтүстік шығыс аймақтарында жұмырланып және төрт қырланып соғылатын білезіктер көп кездеседі. Ал орталық Қазақстан мен солтүстік өңірлерге жұқартыла соғылған жіңішке білезіктер тән. Ал еліміздің оңтүстігі мен батысында өте көлемді сырты алтынмен жалатылған көзді білезіктер кездестіресіз. Білезік сөзінің шығу төркіні білек пен жүзік сөз тіркестерінен құралған, немесе оны білекке салынған жүзік деуге болады. Мен енді ең біріншіден осы ескі шеберлерге қараймын, солардың жұмысына қараймын. Түп нұсқа дейді ғой. Соған қараймын да, әрі қарай өзімнің бір ойымнан шыққан бір ерекше
нәрселерді қосамын ішіне. Соны тура соны қайталау, мысалы бір затты көшіру, ол да қызық бола бермейді. Адам өзі кішкене үйреніп алған соң басқа кішкене қызықтырып жасағысы келеді жаңағы. Соның ішіне мен салғаным жаңағы көздердің орнына бізде мысалы тас дейді, ақық деген қызыл тас болған. Тас салатын. Мен тас қолданып жүрген жоқпын, қазір эмаль қолданып жүрмін. Кейінірек мүмкін тағы да бір нәрсе ойлап табамын деген ойлар бар. Сақина мен жүзіктің киелігі мен қасиеттілігіне сену ғұрпы шығыс халықтарында кең тараған түсінік. Мысалы, нәрестені шомылдырғанда суға күміс теңге тастап, баланың күні күндей жарық болсын деп жоралғы жасаған. Сонымен қатар, әйелдер ас тазалығы үшін қолдарына күміс сақина мен жүзік тағып жүрген. Қазақтың тамақ адал болу үшін қолда жүзік болу керек деген қағидасы содан шыққан. Жүзіктердің сан алуан түрі бар. Олар жасалу мәнеріне немесе көздеріндегі тастарға байланысты көзді жүзік, құдағи жүзік, отау жүзік, құс тұмсық жүзік және күмбезді жүзік деп аталған. Құдағи жүзікті алып қарайтын болса, қос саусаққа тағылатын құдағи жүзік, бұл құдағиның жаңағы қыздың анасы өзінің құдағиына қызына жақсы көз қараспен қарасын, жаңағы екі әулеттің ауыз бірлігін білдіретін жүзік болып саналады. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, өңіржек пен шекелік те көбінесе мына бас киімніңге тағылатын бұйымдардың бірі, үк аяқпен қатар жүретін жаңағы шекелік. Бұл шекелік те өзінің әдемілігімен, көркемдігімен көз тартатын болғандықтан, бұлдың барлығы да мына діни ұғымға негізделген, жаңағы жаман көзден, жаман тілден, бәле жаладан аулақ деген мағынада жасалған бұйымдар болып табылады. Ең бастысы, ата-бабаларымыз зергерлік бұйымдарды жасаудың сан алуан техникалық тәсілдерін жетік меңгерген. Олар құю, шабу, бедерлеу, қалыптау, оймалау, зерлеу, қаралау, бүршіктеу сияқты әшекейлеудің күрделі тәсілдеріне машық болған. Қазақ зергерлері таза алтыннан білезік, сырға, сақина, жүзік соққан, сонымен қатар құю әдісімен де жасаған. Казахи, живя в условиях кочевого образа жизни, Көшпелі өмір салтын ұстанған қазақ халқы үшін майда, яғни кішігірім әшекейлерді тағып жүру тиімді болмаған. Сондықтан олар көлемді келген әшекейлерді таққан. Мұндай әшекей бұйымдар көлемі үлкен және монументалды болып келген. Зергерлер мұндай бұйымдарды формасына сай өте әдемі де, сәнді етіп орындай білген. Мысалы, Батыс Қазақстанның зергерлік өнеріне зер салсақ, сақина бір саусақты түгел жапса, кеудеге тағылатын өңіршек әшекейі омырауды түгел жауып тұрған. практически всю грудь. Очень крупные формы. Қазақ халқының ерте заманнан бастау алған зергерлік өнері халық өмірімен, тарихымен, шаруашылығымен тығыз байланыста дамып келген. Адам баласы ежелден әшекей бұйымдарды киімнің ажырамас бөлігі ретінде санаған. Кез келген қыз-келіншектің зергерлік бұйымдары, асыл тастары, оларға бейнеленген ою өрнектері олардың келбетін ашып, сымбатын одан әрі ажарландырып арттыра түседі. Әбілхан Қасиев атындағы өнер музейінің қорында бізде 5000-ға жуық қолөнер бұйымдар сақталған. Сол бұйымдардың ішінде 2000-ға жуығы зергерлік бұйымдар. Бұл зергерлік бұйымдар өзінің мән мағынасымен, салмақтылығымен, көркемділігімен ерекшеленеді. Зергерлік бұйымдардың зергерлер жасағанда көбінесе алтын, күміс металдарды қолдана отырып, әртүрлі табиғи тастармен, шынылармен зерлеп, көмкеріп жасаған. Біздің осы коллекциядан сіздердің көретіндеріңіз көбінесе мына бас киімге тағатын бұйымдар,
үкі аяқ, шекелік, солармен қатар сырға, қапсырма, білезік, шашпау, шолпы сияқты бұйымдар көз тартады. Ұзатылатын қыздың сән салтанатты жасауы болып саналатын әшекей бұйымдар көп. Кейбір әшекейлер жасталғаса, енді бірін қыз келіншектердің бәрі бірдей таға береді. Соның бірі 5 білезік әшекейі. Ал білезік жасаудың технологиясы қарапайым, бірақ көз майын, көңіл айдынын қажет ететін жұмыс. Зергер үшін әр жұмыстың орны ерекше. Өйткені бір рет жасаған әшекейіңді екінші рет қайталай алмайсың. Қолөнер сонысымен құнды. В основном казахские зергеры работали в серебре. Золото тоже иногда применялось для богатых людей, но серебро, оно, в общем-то, было демократичным. Қазақ зергерлері өз жұмыстарында негізінен күмісті көбірек пайдаланған. Таза алтыннан жасалатын сәндік бұйымдар өте қымбатқа түсетіндіктен, оны тек байлар ғана жасатқан. Ал жағдайы төмен отбасылар күмістің орнына мысты пайдаланған. Қазақтар күмісті ай нұрына теңеп, оның жан дүниені тазартатын тылсым күші бар деп есептеген. Сондықтан қыз келіншектер киімдері мен киіз үй ішіндегі жасауларды күміспен зерлеген. Отырықты халықтар секілді біздің зергерлердің жеке шеберханалары болмаған. Әрбір зергер ауыл аралап, өздігінше жұмыс істеп, киелі өнері ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырған. Зергерлердің 200-ге таяу құрал саймандары болған. Оларды ұсталарға жасатып, керек жерлерін өздері жетілдіріп отырған. Скажем, внукам, детям и так далее. Ну, в общем, в родственном кругу. И они, в общем-то, имели инструментов где-то около 200. Эти инструменты делали кузнецы, а дорабатывали их сами ювелиры. Қазақтың зергерлік өнері ұлттық мәдениетіміздің тарихынан ерекше орын алады. Қазба жұмыстары кезінде табылған бұйымдардағы қолтаңбалардан біз осы ежелгі өнердегі өнердің көркемділігін өте биік екендігін байқаймыз. Есік обасынан, шілікті, Бесшатыр қорғандарынан табылған бұйымдардағы мына скифке тән аң стиліндегі алтын бұйымдардағы бұйымдар бұл зергерлік өнердің қайталанбас асыл мұралардың бірі болып саналады. Алтынмен апталып, күміспен күптелген қазақтың зергерлік бұйымдары бүгінде бағалы тастармен көмкеріліп, көздің жауын алатын жауһарларға айналды. Тамырын тереңнен алатын ұлттық зергерлік өнері халқымыздың тарихымен, дүние танымымен үндесе дамып келеді.